алма мен 1 килограмм құрманың бағасы 1350 теңге. 1 килограмм алма мен 2 килограмм құрманың бағасы 950 теңге. 1 килограмм алма мен 1 килограмм құрманың жалпы бағасы қанша? 3 килограмм алма дейді. 3А деп қояйын. Сосын бізде 1 килограмм құрманың бағасы 1350 теңге екен. Яғни 3 килограмм алма және 1 килограмм құрманың бағасы 1350 теңге, я? Енді екінші 1 килограмм алма мен 2 килограмм құрманың бағасы 950 теңге. 950. Енді бізде қарасақ теңгелер жүйесі пайда болды. Енді жүрден бізге 1 килограмм алма мен 1 килограмм құрманың жалпы бағасы табу керек. Жеке-жеке. Онда біз мына жерден 1 килограмм алманы өрнектеп алайық. 1 килограмм алма тең болады 950 азайтылған 2 килограмм құрма, я? Енді осы 1 килограмм алманың бағасын мен мына 3 килограмм алмаға апарып көбейтем, я? Қосам орнына қоям. 3 көбейтілген жақын ішінде 950 азайтылған 2 килограмм құрма қосылған 1 килограмм құрма тең болады 1350. Енді көбейтетін болсақ 3 нөлімді 3 5 15 5 бір ойда 3 9 27 бір оймен 28 азайтылған 6 килограмм құрма болады, я? Қосылған 1 килограмм құрма тең 1350. Енді мына жерден реттестіретін болсақ -6 плюс 1 ол бізде -5 болады, я? Мен оны теңдіктің оң жағына өткіземін деп былай жазсам 5 килограмм құрма тең болады 1300-ді былай қарай өткізем, сонда 2850 азайтылған болады 1350 болады, я? 5 килограмм құрма тең болады 2850-ден 1350-ді алатын болсақ 0 0 8-ден 3-ті алсақ 5 2-ден 1-ді алсақ 1 1500 болады екен. Сонда құрманың бағасы шығады, я? Енді құрманың бағасын 1500-ді 5-ке бөлетін болсақ 300 теңге екен, яғни 300 теңге. Ал енді біз құрманың бағасын тауып алдық. Енді алманың бағасын табайық. Алманың бағасы 1 килограмм алманың бағасы сонда 950 азайтылған 2 көбейтілген 300, я? Сонда алманың бағасы 950 азайтылған 600 болады. Алманың бағасы сонда 350-ге тең болады. Енді 1 килограмм алма мен 1 килограмм құрманың бағасы екеуін яғни қосамыз, я? 350 алманың бағасы, құрманыкі 300. Қосатын болсақ 650 теңге екен жалпы. Онда жауап С жауабында тұр, я? Дұрыс жауап С.